Davom etamiz. Inson qanday kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar o'z ishini yaxshi ko'rsa, halol mehnat ortidan obro', e'tibor va hurmatga ega bo'lishi aniq. Bu borada ertayu kech tinim bilmay atrof muhit tozaligiga javobgarlikni his qilgan holda vazifalarni sidqidildan bajarayotgan obodonlashtirish xodimlarini alohida tilga olish joiz. Muxbirimiz Muxtor Umbetov Nukus shahrida 12 yildan buyon mazkur sohada ishlab kelayotgan Ravshan opa Kaliyeva bilan suhbatlashdi. Шаңғытпайсыз ба, су шаш дейді. Біреулер мақтанса, біздер қуана береміз. Өздеріміз лиши, өздеріміз қуанамыз. Suhbatdosh opamiz Ravshan Kaliyeva Nukus shahrining tozaligini saqlash, ko'chalarni obod qilishda hamkasblar bilan hamisha shay turadi. Bolalari kichkina vaqtlari ularni qo'shnilariga tashlab ishga ketgan vaqtlari ham bo'lganligini u yashirib o'tirmadi. Azanda ketib baramban, nanын, сүтін беріп кетемін. Сондай жаңағы қарапты мен балдарыма. Деймен, бірақ рахмет қоңсқобаларыма қарасты. Қуанам, мысалы үшін кәсібімнен ешқандай арсынбаймын, өзімнің әйтеуір минетім, қара минетім. Halol kasbidan daromad topib, oilasini tebratayotgan lavhamiz qahramoni hamisha ko'cha supurish, chiqindilarni tozalash bilan band. O'sha vaqtlarda yuz beradigan ayrim holatlar ularning ko'nglini og'ritishi tabiiy. Bir ko'p odamlarga tushunmaysizlar, shang'itpaysiz ба, су шаш дейді. Біз ол шаңғытпайсыз ба деместе, енді әнер батып отырма, қарап тұра алмайсың, сыпырамыз. Енді ол сондай қылып сөйлеп кететін адамдар да бұлар пакеттерді тастамаңдар шешесе, кейбір адамдар айтады, сен жұмысың, алу тазалау сенің парызың, тазалайсың дейді. Не қылдайсың, енді онымен айқайласып тұра алмайсың ғой. Мейлі деймізсе, алып кете береміз, тазалап кете береміз. Яшік тұрса да бар ма, адамдарға түсінбейсің, андай жерге лақтырып кете береді. Соны ізіне жинай береміз ғой біздер. Мысалы, яшік тұрса да. Бірақ көп адамдар алғыс айтып жатырыпты. Рахмет, әйтеуір сендердің барыңызға рахмет. Осындай не қылып жатқанса, көп адамдар сондай дуа қылады. Біреулер мақтанса, біздер қуана береміз. Өздеріміз лиши, өздеріміз қуанамыз. O'z ishini sevish, qiyinchiliklarga bardosh berish, boshqalarning qo'pol munosabatlariga chidash ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi. Lekin Ravshan opa hamma narsani sabr bilan, aqllilik bilan yengib keladi. Біреулер айтады, мен етпен жүрдім, балама тәрбие бере алмадым, ондай-бұндай деп айтады. Енді минетпен жүрсең де айтыр сол, сенің минетпен жүргеніңді балдарың көріп тұрыпты. Келген уақытында алдымнан қуанып шық, мамам келатыр, анам келатыр деп, алдымнан қуанып шыққаны маған үлкен. Азында тұрасың ба, жұмысқа баруым керек. Мен осы жасымда енді не қылуға әрекет істейсің ғой. Мысалы, көшеге шықсаң, тап-таза тұрғаны өздерімізге де жақсы, халыққа қызмет еткеніме қуаныштымын. Bugün mehribon ona, mehribon buvi, mehnatkash va fidoyi tabiat jonkuyaridir. Muxtor Umbetov Zamon informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan maxsus.